Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз дүниетану 4-ші сынып. Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Бүгінгі тақырыпта сен Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа қосқан үлесі туралы білесің. Қазақстанның ғарышты игеру саласындағы жетістіктерін сипаттауды үйренесің. Тірек сөздер: ғарыш, ғарыш айлағы, дыбыстан жүйрік ұшақ. Жақсы балалар, суреттерге назар аударайық. Суретте не көріп тұрсыздар? Кімді көріп тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар балалар. Суретте бізде ғарыш бейнеленген. Және де ғарышкерді көріп тұрмыз. Ал мына не сурет балалар? Дұрыс айтасыздар балалар. Ғарыш айлағынан ұшақ ұшып бара жатыр. Әрдайым көкке ұмтылған адам баласы ерте заманнан-ақ ғарышқа ұшуды армандады. Ақыл-ойдың кемелденіп, техниканың қуатты дамуы бұл арманның орындалуына жол ашты. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы конституциялық заңы қабылданды. Содан бері тәуелсіздік күні зор салтанатпен аталып өтіледі. 1991 жылы 2 қазанда Байқоңыр ғарыш айлағының тұңғыш рет қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты. Кейін ғарышкерлер қатарына Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетовтер толықтырды. Тоқтар Әубәкіров алдына қойған мақсатына жете алатын батырдың айқын үлгісі. Ол бала кезінен ұшқыш болуды армандаған. Атақты ұшқыштар Талғат Бегелдинов пен Нұркен Әбдіровті үлгі тұтқан. Тоқтар 18 жасында Қарағандыдағы ұшқыштар үйірмесіне жаттықты. 1965 жылдың маусымында бірнеше рет ұшақпен көкке көтеріледі. Қатты қуанғанынан «Мен құстай самғап келем, менің қанатым бар» деп айғайлаған екен. 1969 жылы Армавирдегі жоғары әскери авиация училищесін аяқтады. Содан 10 жыл өткенде Мәскеудегі авиацияның институтында оқып, сынақшы ұшқыш дәрежесін алды. Тоқтар көптеген ұшақтарды сынақтан өткізді. Жылдамдығы дыбыстан жоғары ұшақтарды да басқарды. Тоқтар әлемдегі ең үздік сынақшы ұшқыштардың ондығына қосылды. Жаңа авиация техникаларын сынақтан өткізу барысында көрсеткен ерлігі үшін 1988 жылы Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берді. Ол 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді даярлайтын орталықта жаттығулар өткізді. Енді суретке назар аударайық. Халықаралық экипаж құрамында Тоқтар Әубәкіров, Александр Волков, австриялық ғарышкер Франц Фибек. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіровке ғарышқа ұшқан ерлігі үшін Қазақстан Республикасының халық қаһарманы ордені берілді. Мен ғарышқа атақ үшін ұшқан жоқпын. Менің халқым ғарышқа барып келген ұлым бар деп мақтанса екен дедім. Осы сезім маған жігер берді. Ғарыш кемесі бұйрық бойынша орнынан қозғалған сәтте мен халқым менің, сен үшін бәріне дайынмын дедім. Республикамыздағы Қызылорда облысының аумағында Байқоңыр ғарыш айлағы орналасқан. Адамзат алғаш рет ғарыш кемесімен осы жерден ғарышқа ұшқан. Жасанды жер серіктері де осы айлақтан ғарышқа көтеріледі. Ғарышты игеру ел экономикасы үшін аса маңызды. Ол Қазақстанның әлемдегі ғарыш державаларының қатарына қосылуы жол ашты. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.